Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Нағашыбай Сейсенбекпін. Бүгін сіздермен бірге 8 сыныптың Қазақстан тарих пәнінен Қаныш Сәтбаев, қазақтың жан-жақты ғалымы тақырыбын өтпекшімін. Сабағымыздың мақсаты Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қазақ ғылымының дамуына қосқан үлесіне тоқталу. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1918 жылы Семей қаласындағы мұғалімдер семинариясына оқуға түсіп, бастауыш сыныбына орыс тілінен сабақ беретін мұғалім ретінде оқып бітіріп, еңбек жолына кіріскен. Кеңестік социалистік республикалар одағының ғылым академиясының қазақ бөлімшесінің геологиялық институтының директор болып тағайындалса, ал бір жылдан соң болашақ қазақ ғылым академиясының басшысы болып тағайындалады. Қазақстан жер қойнауындағы табиғи байлықтарды зерттеудің ең бір маңызды кесі осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың кезінде ұйымдастырылды. Ол Жезқазған мыс кен орындарын ашып, Маңғыстау, Мұғалжар мен Торғай өңірлерінің минералдық ресурстарын зерттеді. Сонымен қатар Қаныш Сәтбаев тек геологиялық жұмыстармен ғана айналыспай, басқа да салада жан-жақты қызмет атқарған ғалым болды. Ол қазақ тарихы, әдебиеті, мәдениеті, этнографиясы мен музыкасында үлкен білгір адам болды. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романына бірінші болып баға берсе, сонымен қатар алгебра оқулығын жазды. Осындай қажырлы еңбектерінің арқасында Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1942 жылы Жезқазған мыс кен орындарын зерттеуге қосқан үлесі үшін мемлекеттік сыйлыққа ие болады. Сонымен қатар 1946 жылы Қазақ Кеңестік социалистік республикасының ғылым академиясы құрылғанда Қаныш Имантайұлы Сәтбаев оның президенті болып тағайындалады. 1958 жылы орталық Қазақстанның металлогендік және болжам карталарын жасаған үшін Қаныш Сәтбаев бастаған бір топ ғалымдарға Лениндік сыйлық беріледі. Қаныш Сәтбаев 1964 жылы 31 қаңтар күні қайтыс болады. Ол Алматы қаласында жерленген. Ол өзінің өмірінде жан-жақты ғалым болуымен қатар, өз ұлтын сүйген, адамгершілігі мол тұлға ретінде ерекшеленеді. Оған дәлел ретінде мынау жайды айтуға болады. 1947 жылы Англияға сапары барысында қазақ ғалымына Ұлыбританияның экс-премьер-министрі Черчилль қалжыңдап былай сұрақ қояды. Барлық қазақтар сіз сияқты сұңғақ әрі батыр тұлғалы ма деген сұрағына Қаныш Имантайұлы Сәтбаев былай деп жауап берген екен. О, жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың ішіндегі ең кішісі менің халқым менен де биік деп жауап беріпті. Ал келесі кезекті оқушылар, сабағымызды қорытындылап бағалау үшін 10 балдық тапсырма орындаймыз. Әр сұраққа 1 ұпайдан беріледі. Бірінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев қай жылы дүниеге келді? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Екінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев мұғалімдер семинариясын қай қалада оқып бітірді?
Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Үшінші сұрақ. Қаныш Сәтбаев Мұхтар Әуезовтің қай шығармасына баға берді? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Төртінші сұрақ. Қай жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа Жезқазған мыс кен орындарын зерттеуде қосқан үлесі үшін мемлекеттік сыйлық берілді? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Бесінші сұрақ. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ғылым академиясы қай жылы құрылды? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Алтыншы сұрақ. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев қай пән оқулығын жазды? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Жетінші сұрақ. 1958 жылы Қаныш Сәтбаевқа берілген сыйлық? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Сегізінші сұрақ. 1947 жылы Қаныш Сәтбаев қай елге іссапармен барды? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Тоғызыншы сұрақ. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев дүниеге келген облыс?
Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. 10-ші сұрақ. Қаныш Сәтбаев қай қалада жерленген? Дұрыс жауабы экранда көрсетілгендей. Ендеше балалар, сабағымыздың қорытынды бағасын шығару үшін қорытынды тапсырмаларын орындау негізінде 10 балдық көрсеткішке дейін бағалаймыз. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен есептелінеді. Ендеше балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.